Сәлем достар, сіздермен бірге Айгерім. Бүгін осындай гречка палауын жасайтын боламыз, яғни қарақұмық тағамын. Өте дәмді, ерекше тағамның түрі және де диеталық тағамның түріне де жатады. Видеоны соңына шейін көріп, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, подписацияны басып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бұл тағамды сіздер қалай жасайсыздар, комментарийға жаза кетіңіздер. Гречка тағам жасау үшін осындай пияз, картошка, тәтті бұрыш, сәбіз, гречка керек осындай, және де етіміз. Мен барлығын турап дайындап алдым. Қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып, қыздырып аламыз. Және де осы етімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Ет қызарғанша жақсылап қуыратын боламыз. Қызарып, қуырылған ет өте тамаққа дәмін келтіріп, өте бір ерекше тағам болып шығады. Жақсылап араластырамыз, қараңыздар. Осылай қызару керек. Оның үстіне пиязымызды салып, тағы да 1-2 минут, 3 минут қуырып аламыз. Пиязда қызарғанша жақсылап барлығын араластырамыз. Бетін жауып, тағы 2-3 минут қуырып қоямыз. 2-3 минуттан кейін сәбізімізді, тәтті бұрышымызды барлығын қосып, тағы да 1-2 минут қуырып аламыз. Оның үстінен қуырылғаннан соң картошкамызды саламыз. Картошкамызды салып, барлығын араласқанша араластыратын боламыз. Үстінен 1 шай қасық немесе ас қасық болсын томатымызды қосып, жақсылап араластырып жібереміз. Қуырылғанша қойып қоямыз. Қараңыздар, жақсылап түсі келіп, қызарып шыға келді. Енді қайнап тұрған суымызды құйып, қайнағанша қойып қоямыз. Дәмдеуішімізді, керегінше тұзымызды себеміз. Қараңыздар, уже қайнады. Енді осы қарақұмықты, яғни гречкамызды үстіне саламыз. Суын қатты аз қылып қоймаңыздар, себебі аз болып қалса өте құрғақ болып шығады тағамдарыңыз. Ол тағам желінбей қалуы да мүмкін. Мен үнемі сулы, сочный қылып жасаған жақсы көрем. Қараңыздар, дәл осы видеодағыдай, дәл менің рецептім бойынша жасап көрсеңіздер, керемет болып шығады гречка тағамдарыңыз, яғни гречка палауларыңыз. Дәмін көрдім, тұзы барлығы дәмді екен. Кішкене ғана крышкасын ашып, қайнатып қойсаңыздар болады. Сол кезде су көп болса тартылатын болады. Су көп болып кетті деп еш уайымдамаңыздар, себебі тартылады. Қараңыздар, жұмсақ болып, сулы болып шықты гречка палауымыз. Енді тарелкаға салып, отбасыңызға ұсына берсеңіздер болады. Мен обедке дайындадым, балаларым жақсы көретін тағамның бірі. Сіздерге де кеңес берем, осы тағам жасап көріңіздер. Үнемі біз жасап тұрамыз, ұнайды бізге. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, подписацияны басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта менің каналымнан керемет, ерекше тағамдармен қолжетімді рецепт, тәттілердің, лайфхактардың рецепттерін көре аласыздар. Видеоларын, сондықтан каналымды жоғалтпау үшін маған тіркеліп қойыңыздар. Және де сіздер осы гречканы үнемі жасайсыздар ма, осы тағамды естулеріңіз бар ма, естімейтін жандар да бар екен негізі. Сіздер қалай жасайсыздар, астына комментарийға жаза кетіңіздер ойларыңызды. Мен үшін сіздердің ойларыңыз маңызды. Міндетті түрде видео ұнаған болса, лайк басуды, комментарий жазуды, қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Ал бізге ас болсын, өте дәмді шықты. Балаларым қатты сүйіп жейтін тағамның бірі.